Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге рамён тағамының классикалық рецептін ұсынамын. Ең алдымен бізге 500 мл су қажет. Қайнаған суымызға рамённың арнайы дәмдеу үшін қосамыз. Мен жартысын ғана қостым, өйткені барлығын қоссаңыздар тым ащы болып кетеді. Әрмен қарай лапшасын саламыз. Рамённың лапшасы жұмсарған кезде араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Бұл классикалық рецепт болған соң, рамёнға мен тек жұмыртқаның сарыуызын ғана қостым. Өз қалауларыңызбен тауықтың төс етін қуырып салсаңыздар болады, немесе шұжық қуырып салсаңыздар болады. Сиыр етін қуырып салуға да болады. Оның барлығы өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Жұмыртқаның сарыуызын салған соң, оны көп пісірудің қажеті жоқ. Шамамен 1 минуттай суда тұрса жеткілікті. Әрмен қарай өз ыдысымызға салып аламыз. Құрғақтай салсаңыздар да болады, және сорпалап қосып салсаңыздар да болады. Біздің рамёнымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайлым.